Мемлекеттің заңын емес, мекеме басшысының бұйрығын бұлтартпай орындайтын төлебейлік қызметкер 4-ші билікпен шүйлікті. Қабырғасы қақырап, едені опырылып ортаға түскен Балауса балабақшасының ахуалын білуге барған журналисті сол жердің крышасы кіргізбеңдер депті. Заңды белшесінен басып, бюджеттің қаржысын бала өмірінен биік қойған басшының бұл әрекетіне сенбесеңіз, алдағы сюжетті көріңіз. Кім келсе де меңгеруші болмаса кіргізбе деп ұрса да ол сөйлейді. Постоянно айтады. Мен ауданға кеттім, ана апай, кіргізбе деп кетеді. Сосын мен кіргізбеймін. Иә, Кеңесарық ауылындағы мемлекеттік балабақшаға Қазақстан Республикасының заңын алға тартсақ та кіре алмадық. Меңгерушісі түскі үзілісте жиналысқа кетіпті. Уақытша жауапты болып қалған шаруашылық бөлімінің меңгерушісі есікті қарауылдап, ата заңды аяққа таптады. Бастығының бұйрығынан аса алмаған қызметкер осылайша заңға да пысқырды. Қош, болмаған соң жергілікті инспекторды шақырып, 1 сағаттан соң балалардың бақыт мекеніне кірдік. Осы уақыт аралығында кіші қызметкерлер ішкі тазалықты реттеп қойған сыңайлы. Кірген бойы арызданған жергілікті азаматтардың сөзі айна қатесіз екенін аңғарасың. Қызыл кілеммен беті көмкерілген еденмен жүрсеңіз, ағаштары сықырлап тұр. Сырты бүтін, іші түтін бақшаның сыз өтіп, төбесі көгерген сұрықсыз кейпі болғаны емес. Еденнің тозғаны соншалықты, әлі міне құлаудың шақ алдында тұр. Қорқыныштысы, дәл осы бөлмелерде балалар алаңсыз ойнап, тыныш ұйқыда жатыр. Дәлізді бойлай жүрсен қабырғасы жарылған, есік терезесі қисайған бөлмелер қаз қатар тұр. Тәрбиешілердің арнайы кабинетінде құдды жарылыс болған ба дерсің. Тұтастай еден 2-ге бөлініп, тас талқаны шығып тұр. Медбикенің жұмыс орны бар дегені болмаса, емдейтін емес, есеңгірететін күйде тұр. Ал асхана жайы тіптен бөлек, санитарлық талаптар тасада қалған. Бұл жағдайдың көлеңкелі тұсы да осы жерден басталды. Аспазшы бүгін 50 балаға тамақ істедім десе, тәрбиешілер 20 баланың келгенін, ал бірі 25 деп сандарды сансаққа жіберді. 50 балаға жасалынады ғой, негізі дәл қазір жауап беремеймін. Мемлекеттік бұл мекеме қазіргі таңда Түркістан облыстық білім басқармасына қарайды. Тарихына тоқталсақ, бұған дейін мектеп болып жұмыс істеген 2012 жылы 29 миллион қаржы бөлініп, балабақшаға ауысыпты. Дегенмен, сол уақыттан бері жөндеу көрмеген. Ақтеп қоямыз, түсіп қалады, не қылады. Төле би ауданын бәрі біледі, білім бөлімінде біз Светаны әбден жасағанбыз. 8 миллионға жасадым, 8 миллион 730 мыңға апарып ек. Болмайды деді, ақша қаражат жетпейді. Қайтадан 4 миллион 430 мыңға жасатып апардым. Мақұл, только жаңа жылу батарейлерін жаңа қайта полдар жөндеп бер деп. Қызметкерлердің айтуынша басшылар 2020 жылдан бері күрделі жөндеу керек деп құжат тапсырыпты. Бірақ білім саласындағылар былқ етпеген. Халықтың арызымен барып, қауіпсіздігі қыл үстінде тұрған балалардың бүгінгі ахуалын көріп қайттық. Шаруашылық бөлімінде де көлеңкелі тұстар көп дейді. Мекемеге әкелінген көмір мен ресми құжаттағы отынның көлемі сәйкес емес сыңайлы. Бұл мәселенің анық-қанығын жауапты орындар анықтар. Апатты жағдайдан әр асып, қирап жатқан балабақшаны ауданның билігінде отырған дөкейлер қорғап жүр дейді. Бүлдіршіннің өмірі қатерге толып тұрған мекемеге жауаптылар ертерек назар аудармаса, кейін кеш болғалы тұр. Сондықтан прокуратура, облыстық білім басқармасы, төтенше жағдай департаменті, сапаны бақылау басқармасы, санитарлық эпидемиологияны қадағалау орталығы ертерек оянуы керек. Әйтпесе, қолымызды кеш сермегеннің күйіне түскелі тұрмыз. Арайлым Әпсағат, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.